Барлықтарыңызға қайырлы күн, сіздермен бірге Қамажай ПП. Біз бүгін ерекше ПП хачапури дайындаймыз. Дәмі өте ерекше шығады, әрі тойымды, таңғы асқа бір данасының өзі жеткілікті. Бізге ең бірінші керегі творог аз процентті болу керек. Менде савушкин 1%, кез келген аз процентті творог қолдансаңыздар болады. Мен тек 2 хачапури дайындайтындықтан маған тек жартысы жарайды. Ал сіз отбасыңызға дайындайтын болсаңыз, онда барлығын қолдансаңыз болады. Жұмыртқаның дәл осылай ағы мен сарысын бөліп аламыз. Ағын тестісіне қолданамыз, ал сарысын піскеннен кейін қолданамыз. Ең бірінші бөліп алған творогтың үстіне құямыз. Және де ұн қосамыз. Менде ұн диеталық күріш ұны, кез келген диеталық ұн түрін қолдансаңыздар болады. Және дәміне қарай тұз салуды да ұмытпаңыз. Және аздаған қопсытқышта қосамыз. Тестісі дайын, барлығын бірге жақсылап араластырамыз. Егер де дымқыл болып жатса, үстіне ұн қоссаңыздар болады. Тестісі өте дымқыл да және де қатты құрғақта болмауы керек. Алдын ала пергамент қағазды зәйтүн майымен сылап, түбі жабыспас үшін дайындап қоямыз. Дайын болған тестіні екіге бөліп, дәл осылай орналастырамыз. Қолымызды сулап алып, дәл осылай қайықтың формасына келтіріп, хачапури дайындаймыз. Формасы дайын, дәл осылай шығу керек. Және де дәл осылай шаншқымен тесіп шығамыз. 180 градусқа қызып тұрған пешке 20-25 минутқа қызарғанша жібереміз. Тестісі қызарғанша соның арасында сырды үкіштен өткізіп, алдын ала дайындап қоямыз. Жалпы сырды хачапуридің санына қарай үкіштен өткізесіз. Менде 40 грамм 2 хачапуриге, ал сіз саны көп болса, онда граммында көбейтесіз. Пештен тестісі дәл осылай жұмсақ күйінде қызарып шығуы керек. Ең бірінші үстіне сырды саламыз. Содан кейін жұмыртқаны құямыз. Бұл жұмыртқа ең бірінші алып қалған жұмыртқаның сарысы, және де бір жаңа жұмыртқаны құямыз. Қызып тұрған пешке тағы да 5 минутқа салып аламыз. Дәл осылай жұмсақ күйінде сыры езіліп, сарысы жартылай пісіп шығуы керек. Дәмі өте ерекше шығады, сыр қосылғандықтан созылып, тіптен ерекше. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Арықтап жүрсеңіз, таңғы асқа дайындап жесеңіз болады. Өте тойымды әрі дәмді шығады. Нанын дәл осылай алып, жұмыртқасына батырып жесеңіз, тіптен керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарасаңыздар, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. YouTube каналға тіркеліп алыңыздар. Алда әлі талай ПП рецепттер шығады.